Ассаламу алейкум достар. Бүгін сіздермен осындай дәмі керемет болып шығатын қытырлақ самсаның рецептісімен бөліскім келіп отыр. Маралмен бірге болып видеоның ақырына шейін көріңіздер. Алдымен қамырын дайындаймыз. Ыстықтау суымызға сары майымызды салып ерітіп аламыз. Сонан соң сүтімізді құямыз, араластырамыз. Тұзымызды саламыз, жұмыртқамызды саламыз. Барлығын жақсылап араластырып, қамырымызды електен өткізе отырып қосып, араластырып қамыр елеп аламыз. Қамырымыз дайын болған соң, бетін пищевой пленкамен жауып, жарты сағатқа июін қандырып қойып қоямыз. Дайын болған қамырымызды жақсылап илеп, екі теңдей бөлікке бөліп аламыз. Және қолымызбен осылай илеп, дөңгелектеп аламыз. Қамырымыздың бір бөлігін пищевой пленкаға ораймыз, екінші бөлігін жұқалап жаямыз. Қамырымызды жайып алған соң, қамырды осылай видеодағыдай жинаймыз. Беті кеуіп кетпес үшін майлықпен жауып қоямыз. Келесі қамырымызды дәл осындай көлемде жайып шығамыз. Қамырымыз дайын. Енді оның бетіне ерітілген сары майды жағамыз. Сары майымыз салқын болу керек, немесе сіздердің қамырларыңыз бұлжырап кетеді. Қамырымыздың үстінен бағана алып қалған екінші қамырымызды ашып жаямыз. Қамырымызды бір тегіс қылып жайып шыққан соң, ерітілген сары майымызды кисточканың көмегімен жағамыз. Бұл жерде сары май ыстық болмау керек, немесе қамырларыңыз бұлжырап кетеді. Қамырымызды нығыздап бір шетінен бастап ораймыз. Нығыздап оралған қамырымызды осылай дөңгелектеп тарелкаға саламыз. Сонан соң бетін пищевой пленкамен жауып, мұздатқышқа жарты сағатқа қоямыз. Қамырымыз дайын болғанша салмамызды дайындаймыз. Сиыр етінің фаршына ұсақтап туралған картоп пен пиязымызды салып, қара бұрыштан, тұздан және қызыл паприкадан дәмі әдем болып шығу үшін кориандрдан қосамыз. Барлығын араластырамыз. Салмамыз дайын болды. Мұздатқышта тұрған қамырымызды шығарамыз және де арасын ашып, осылай майда бөліктерге бөлеміз. Бөлінген бөліктерімізді дөңгелектеп осылай жайып шығамыз. Сонан соң ішіне салмамызды саламыз. Толтырып салсаңыздар әдем болып шығады. Және дәл осы видеодағыдай әдемілеп жоғары жағын дөңгелектеп түйеміз. Сіздерге түсінікті болу үшін тағы біреуін түйіп көрсетейін. Жоғары жағын дөңгелектеп бір-біріне жапсырамыз, төменгі жағын осылай сопақшалап жапсырамыз. Және де дәл осылай тамшы күйінде қалдырсаңыздар болады, бірақ маған жүрекше болғаны ұнады. Сол себепті бір шпажкамызды сулап алып, осылай екі қамырымызды, яғни екі түйілген самсамызды бір-біріне біріктіріп, жүрекше жасап аламыз. Барлық самсамызды дәл осы видеодағыдай түйіп шығамыз.
пергамент қағазын противеньге төсеп, самсаларымызды орналастырып, бетін бір жұмыртқаны жарып, осылай кисточканың көмегімен жағып шығамыз. Қызып тұрған духовкада 180 градуста шамамен 20-25 минут піскенше салып аламыз. Бетіне кунжуттан сепсеңіздер болады. Ерекше болып шығатын қатпарлы самсамыз дайын болды. Менің отбасымның көңілінен шықты, сіздердің де көңілдеріңізден шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер сіздерге видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Қандай да бір сұрақтарыңыз бар болса, міндетті түрде сұраңыздар.